Ерке қыздар. Сәлем достар, бүгін бізде қызықты видео болады, ол яғни пранк болады. Достар, бүгін біз Айнатқа пранк жасайтын боламыз. Қазір мен мамаға айтам, ол күшті бір пранк жасайтын боламыз. Мә достар, емінінші көрмей тұрып, бізге лайк басып, подписать етіп, қоңыршаны басуды ұмытпаңыздар. 6-7-12 біз бастаймыз. Достар, қандай болады екен бір пранк. Мама екеуміз қазір ойластырамыз. Мама айтып көрем, мама Айнатқа пранк жасаймыз деп. Кеттік. Достар, кеттік. Мама, істеватсыз? Тамақ. Қандай тамақ? Манты. Кешке манты істейік. Мама, давайте Айнатқа пранк жасайық. Видео түсіріп жүрсің ба? Мама, давайте Айнатқа пранк жасайық. Қандай? Білмеймін, ойланысып көреміз. Ойбай, жылап қалады. Жоқ, ренжігіш адам, ренжіп жылап қалады. Мама, менде бір пранк бар. Айтқан. Давайте Айнат команда істеватсыз ғой да, как раз қазір Айнат пиязбен жеген жақсы көрмейді ғой, Иә. Сол, короче, мантының ішіне ештеңе салмаймыз, тек қана пиязды толтырып салып қоямыз. Ойбай, қалай бар? Давайте, мама. Мантының тарелкасымен қосып лақтырып жібермесін, оны не жаман. Давайте, мама. Онда Сөйлеші, сен қатты сөйлеп тұрсың ғой, естіп қалады қазір. жарайды, мама. Тек қана екеуміздің арамызда болсын. Давай. Айтпаймын ешкім. Давай. Достар, маманың, короче, істеп жатыр екен, көрейік. Мама, Ау, жаң. істеп жатсыз ба, бүгіп жатсыз ба? Иә, бастап. Айнаттың мантысы қайда? Қазір мен бір несін жасап алдым. Мінекей достарына қараңыздар. Мама осылай манты істеп жатыр. Қазір ең соңында бір несі қалады ғой, соңғысы қалады ғой. Сол кезде жасайтын боламыз, иә? Күшті болады. Қатты айқайлай бермей, жай айтшы. Айтып көрші, давай, мына жерде ана екі қамырға жуа салайық, давай. Оны мен турап қойдым ғой барлығын. Достар, некен андай алайын да. Кішкене томпайып тұра берсін, ет сияқты ол. Наған сал. Давай, тез. Аянат деген мына жерге келіп кетіп жүр. Бұл ана бүгіп таста. Екі жағынан түй аласың ба? Екеуін бірі тұршайшы. Давай. Ұмыт қалдың ба? Негізі Айнат манты жасайтын, әде көш ұмыт қалып тұр. Давай, тез болады көш. Оған қандай белгі салып қоямыз? Шатасып кетпейміз ба? Қалай белгі? Жақсы тұра берсін да. Үшінші листің бір шетінен былай жайлап көре қоярмыз, иә? Естеп тастадым, мынау не? Енді мынау қабылдан дейін. Жақсы. Осылар әдемі шықты. Так, неге итере берме. Мынау білініп тұрады. Ал, мінекей осындай шетіне қойдық. Мына үстінде жуа қойып қойыншы, белгілі болып тұрсын. Мінекей айтып күш, екеуін үстінде жуа қойып қойдың. Белгілі болып тұрады солмен да. Түспейді. Давай, ананда қой жібер. Сал жіберейік, достар, қызық болады. Бұны Аянат вообще білмейді. Біз Аянатқа келмей қой, біз өзіміз жасаймыз, сен телевизор қарап жата бер деп манадан бері жолатпай отырмыз. Өзіміз пісіре береміз мантын деп, иә. Енді қазір Аянат негізі бізде жуа жаман көреді. Біз манты жасайтын болсақ, Аянатқа жуа салмаймыз. Иә, жуа салмаймыз. Сол үшін анау екі қамырға жуаны толтырып қойды. Қазір реакциясын көреміз. Ашуланып, жылап жатырса, достар, ренжімеңдер сіздер. Енді ол Аянат сондай қылып не істеп кетеді, ерке болғасын. Иә, қазір тағы да жасаймыз. Достар, бізді мантымыз пісті. Мінекей мына екі манты үстіне бұласып кетті. Ыстық. Ішінде екі жуас бар манты. Қазір осыны алып тәрбиеге салатын боламын.
Достар, мінекей біздің мантымыз дайын болды. Неке Адияға да, Аянатқа да осындай бір тарелкаға екі штуктан салдым. Әйтпесе қазір сесіп қоймасын деп. Мынау Аянаттың мантысы іші толған жуа. Ал мынау Адияныкі қазір оған беретін болам. Негізі Аянат мынандай құр фаршпен жейді. Оған 5-6 тонн құр фарш қылып жасап береміз. Қазір білмеу үшін тек осылай екі-екіден қойдым. Так шақырайын. Так, пранк өтпей қалып жатырса, достар, күлмеңіздер. Адия, Аянат, балдар, келің тамаққа. Тамаққа. Қыздар, балдар. Келін, папаңды шақырыңдар. Келін, қыздар. Бізге мужиктер телефоннан қорқат қашат. Аянат! Аянат қайда? Аянаттікі мынау. Сен анау пока екі-екіден салдым да. Ата біліп қоймасын деп жақсы ма? Ей, түш үндеме. Бар шақыр бәрін жүр деп шақырып кел. Орыстар тұрсап қой. Келің! Аяулым! Ойбай, келіп болмайды ғой енді. Тамақ! Dostlar, Durun, бізде бүгін влог, күшті влог. Кім қандай сок ішеді? Папаң шақырмаңдар ма, қыздар? Достар, бүгін бізде манты пісірдік. Бүгін барлығы үйде. Айтыңызшы. Мынау бізде Аянат, мынау бізде Адикош, да? Келіңдер, қыздар. Шақыр, папаң қайда, Адия? Папаң ас болсын. Мә, кетчупыңды ал. Кетчуптарым бар, соктарым бар. Абзал не, стакан алшы, балдарға сок күй жүр. Тарелктеріңді берейін ма? Аяу қайда? Аяу кел тамақ, Айкош. Келін, ас болсын. Соктарын құйып бер, барлығын алдына. Қыздардың алдына бер. Аяулым. Не болды? Мамамен полный істеп қойдым. Енді мантоласын жейсің ғой, енді бұл саған пранк. Мінеке сенікіні, ішінде ешқандай пияз жоқ. Білмей қалдың ба, Дикош, Айнат? Ал, ас болсын, жақсы жей қойын. Кел, аяу. Жақсы енді болды, ту. Ренжіме? Айты, тұрып кетіп қалмасаң болды, қай жерден. Мама. Ал, жей қойындар, ас болсын. Өтті ма? Білмей қалдың ба? Деп қояды ғой. Ал, достар, осымен біздің бүгінгі Адия екеуміз ұйымдастырған пранкымыз аяқталды. Тезірек бізге лайк басып, подписаться қосуды басуды ұмытпаңдар. Сау болыңыздар. Тезірек ба дейді, біз манадан бері түсіріп жүрміз ғой, тығылып сосын. Мен саған бағана айттым ғой. Адия, кет, Аянат, кет ана жаққа бар, телевизор қарап жата бер дедім ғой мана саған. Айттым ғой мана саған. Ей, сен келді ғой мана шай жинайын деп, манты бастайын деп жатқан кезде. Сосын жата бер дедік ана жаққа бар, өзіміз жасаймыз деп. Сосын кеттің ғой сен ары қарай, білесің ба? Аяулым қайда далада ойнап жүр деп айттым ғой мен саған. Сол кезде келмей ақ қой, өзім жасаймын. Сол кезде біз бастағанбыз уже пранкты. Ұйықтап атқанда. Ал ас болсын. Осымен біздің видеомыз аяқталды.